Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен кешкі асқа ерекше тағам дайындаймыз. Ол үшін алдын ала еленген ұнымыздың үстіне ашытқы, яғни дрожжи бен тұзды қосып араластырып, одан соң сұйық май мен жылы суымызды қосып, жұмсақ қамыр елейміз. Қамырымызды осылай елеп болған соң бірнеше сағатқа бөлек қойып қоямыз. Енді салмасына кірісеміз. Ол үшін ең бірінші көкөністерді осылай турап шығамыз. Ең бірінші бізде пияз. Одан соң картопты да видеодағыдай етіп, майдалап, кубиктап турап шығыңыздар. Және де мен сәбізді теркадан өткізіп қостым. Одан кейін етімізді де турап аламыз. Одан соң қазанымызға пиязымызды қуырып аламыз. Кішкенеден соң осылай қызанақ қоссаңыздар болады. Сосын етімізді қосқан соң 5-10 минуттай кішкене қуырып алыңыздар жай отта. Одан кейін көкөністеріміздің қалғанын қосамыз, яғни сәбіз бен картошка. Одан кейін дәміне қарай тұз, бұрыш, специяларды қосыңыздар. Одан кейін видеодағыдай етіп, көкөністерімізді толықтай батып тұратындай етіп су құйыңыздар. Сосын астына қатты отқа қойып бір қайнатып алып, одан кейін жай отта пісіріп алыңыздар. Енді ашыған қамырымызға кірісеміз. Видеодағыдай етіп, майда-майда бөлшектерге бөліңіздер. Одан соң қолымызды сұйық маймен майлап алып, әрбір шарикті осылай видеодағыдай етіп, формаға салып шығыңыздар. Сосын мантаваркеге осылай астын әрқайсының кішкене сұйық маймен майлап шығып, тізіп шығыңыздар. 30 минут шамасында пісіп қалады. Сонымен біздің ерекше кешкі асымыз дайын. Егер рецептің ұнаса, міндетті түрде комментарийге өз пікіріңізді жазып, және де міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!